Қаһармандар мен халық. Кейбір мемлекеттер ұлтқа қауіп төндіретін дағдарыстарға тап болады, немесе түгелдей күйзеліске ұшырайды. Ал кейбір ұлттардың өмірі керісінше бір қалыпты қалыптасқан күйі жалғасын тауып жатады. Жоғарыда келтірілген мысалдардың қай-қайсысы болмасын, тек қана мемлекет қайраткерлерін, министрлерді, депутаттарды ғана толғандырып қоймай, әрбір ұлт өкілін ойландыруы тиіс. Ойлау жұмысымен шұғылданатындар болсын, қара жұмыс істейтіндер болсын, ер, әйел, кәрі, жас демей, қала тұрғындар мен ауыл тұрғындарын да барлығын осы мәселе толғандыруы тиіс ақ. Мемлекеттердің күшті немесе әлсіз болуы, олардың көркейіп дамуы немесе тұралап қалуы, ел тізгін ұстаған басшылардың халыққа берген сенімдері мен тұрақтылығына, олардың табансыздықтарына ғана байланысты емес. Ел басындағы адамдар жақсы болсын, жаман болсын, ержүрек болсын, қатыгез болсын, қандай болса да олар өз ұлтының айнасы, ұлт рухының көшірмесі іспеттес. Қоғам қандай болса, басқарушылар да сондай болады. Сол себепті әр ұлттың өзіне сай басқарушысы бар деген сөз бекер айтылмаса керек. Қоғамда қайшы пікірлер тудырған бұл шындықты нақтылай түсу үшін бағзы заманнан бері дау тудырып келе жатқан философиялық және тарихи бір тақырыпты қозғауға рұқсат етіңіздер. Бұл тақырыпты өріптер болсақ. Ұлт тарихын кімдер жасайды? Мемлекет пен адамзат өміріндегі ең әуелі оқиғалардың басында кімдер болды? Олар белгілі бір ұлт өкілдері, яғни атақты адамдар ма? Әлде әйгілі ағылшын ойшылы Карлейл айтқандай қаһармандар ма? Әлде ұлт тарихы дегеніміз ұлт өкілдерінің көрсеткен қайсарлығы мен халық рухын жұмылуы арқылы жүзеге аса ма? Карлейл бұл пікірдің алғашқысына қосылған және өз ойын дәлелдеп берген. Ал Лев Толстой болса, екінші пікірді қолдаған. Карлейл өзінің «Қаһармандар және тарихтағы қаһармандықтар» атты шығармасында олардың өркениеті мен мәдениеті жайлы жазған. Карлейлдің ойынша, ұлт жансыз пластилин тәрізді. Ол бір шебердің қолына түспесе, мәңгілік пішінсіз және қимылсыз күйінде қалады. Цезар, Наполеон, ұлы Петр, Сократ және Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сияқты бірі өнер иесі, бірі ел мойындаған тұлға, бірі қаһарман, енді бірі пайғамбар болған адамдардың біреуі жансыз пластилинді қолдарына алатын болса, оны өздері қалаған пішінге енгізген болар еді. Шыңғыс хан Азияның сайын даласынан миллиондаған қол жинады. Қытайды, Үндістанды, Иранды, Ресейді өзінің қол астына қаратты. Петр Айменский Иерусалимді мұсылмандардан азат ету үшін бүкіл католиктік Еуропаны аяғынан тік тұрғызды. Мартин Лютер реформа жасады. Нерондар мен Калигулалар болса, көне Римнің көзін жойды. Бисмарк пен Хогенсоллерндердің саясаты Германияны орасан зор күйзеліске ұшыратты. Түсініктеме. Карлейлдің ойынша, ұлттардың, тіпті бүкіл адамзат тарихын жасаған адамдардың рухы өр, тәні бекем, зердесі ашық, парасаты жоғары болған. Бір сөзбен айтқанда, олар қайтпас қаһармандар. Арттарына өшпес із қалдырған Рамзес, Ромелиус, Лютер, Бисмарк сынды тағы басқа адамдар осындай қаһармандардың қатарына жатады. Лев Толстойдың бұл пікірге қарсы айтар уәжі бар. Оның ойынша, өмірде кездесетін маңызды оқиғалардың бағытын, олардың түр сипаты мен бағасын беруші халық. Енді бірде Томас Карлейл былай дейді: бұқара халық аяқ астында жатқан қураған сабан секілді, ал халықтан суырылып шыққан қаһармандар болса, құрғақ сабанды, яғни халықты жандандыратын көктен түскен жасын тәрізді. Лев Толстой тағы бір сөзінде былай дейді: теңізде жүзіп келе жатқан өте үлкен кемеге қарасаңыз, оның алдында құдды лента тәрізді ирелеңдеп аққан судың ағысын көресіз. Осы су лентасы кемені сүйреп бара жатыр дегенге кім сенеді?
Әлбетте, ағыстың ирелеңдеген кейпін кеменің өзі жасап жүзіп отырады. Демек, шын мәніндегі қуат көзі кеменің өзі, ал су ағысы болса, соның нәтижесі. Лев Толстой. Бір ұлтты сілкіндіретін жетелеуші күш болса, қалың жұртшылық өздігімен әрекет етеді. Ол өз пікірін қолдайтын, өзін түсінетін адамды таңдап, өз қалаулысының артынан еретін болады. Соғыс және бейбітшілік романның авторы Лев Толстой Томас Карлейлдің қаһарман мен найзағайды салыстыруына келіскен болса, былай деген болар еді. Иә, ойшыл адам қаһарман бола алады, бірақ бұқара халық күн тартқышта, яғни лупа, сабанда емес. Себебі найзағайды туғызатын халықтың өзі. Қуат көзін бойына сіңірген бұлттар жиналса ғана найзағай туады. Бұлтта қуат көзі болмаса, ешқашан ешбір найзағайдың пайда болуы мүмкін емес. Ал кейбір бұлттар ылғал бу халінде жиналады. Халық та сол сияқты. Егер ұлттың жаратылысында қаһармандық қасиеттер болса ғана, найзағай сынды жарқылдаған тұлғалар туғызады. Халық керісінше әлсіз, тексіз болса, буға айналып жоқ болатын бұлттар тәрізді із-түссіз жойылып кетеді. Бір қарағанда бұл екі теория бір-біріне қарама-қайшы сияқты. Карлейлдің пікірі дұрыс па, әлде Толстой дұрыс айта ма? Бұл екеуінің арасында қайшылық көрінгенімен, екеуі бір-бірін толықтырады. Карлейль де, Толстой да дұрыс айтады. Олар екеуі ақшаның екі жүзі, бір шындықтың екі жартысы тәрізді. Қаһарман рухты адам халықты оятып, жалындатады. Бірақ жалынды туғызатын ұшқынды халықтың өзі өзінен алады. Мысалы, бір күн тартқышты, яғни лупаны алып қарайық. Күн тартқыштың белгілі бір кеңістікке таралған күн сәулелерін бір нүктеге тоғыстыратын қасиеті бар. Мыңдаған сәуленің бір нүктеге тоғысуынан шалтылдаған бір нүкте пайда болады. Бұл нүкте отын, шөп, сабан, қағаз сияқты құрғақ заттарды лаулатып, жандырып, тас пен әйнекті, тіпті темірді де қыздыра алады. Ұлтқа бас болатын әрбір тұлға бір күн тартқыш тәрізді. Ол бойын өзін туған ұлттың күші мен жақсы қасиеттерін жинайды. Сол арқылы миллиондаған адамның рухын тұтатады. Алайда ауа райы бұлтты болып, күн сәулесінен махрұм болып қалған жағдайда, күн тартқыштың темірді қыздырмақ түгілі қардың түйіріне өтуге шамасы келмейді. Швейцарияның танымал ірімшігі биік тауларда жайылып, шүйгін шөппен қоректенген сиырлардың ғана сүтінен жасалады. Сүтті ұйыған тыныш заманда ауызбіршілігі жарасқан елде өскен адамдар да осы тәрізді. Олар қауызын жаңа жарған ұлт гүлінің хош иісіндей ерекшеленіп тұрады. Наполеон бейбітшілікті жақтайтын ескі Қытайда емес, Францияда туып өскен. Дарвиннің балалық шағы Англияда өткен. Ол өзінің өмір сүру таласы деп аталатын туындысын жарыққа шығарды. Германияны бірінші дүниежүзілік соғысқа енгізген екінші Вильгельм емес. Бірақ неміс халқының соғысқұмар зұлымдық рухы Бисмарк, Вильгельм, Хинденбург және рухбаштардың сөз қолданыстарында көрініс тапқан. Көне Римде жоқ болған нейрондар, каракалалар және коматтар емес. Барлық нәрседе сөзі өтімді Испания, Лойолана. Германия болса Крупта тәрбиеледі. Әрбір ұлт бірде ел басқаруға лайық, рухы мықты адамдар тарапынан басқарылса, енді бірде керісінше әлсіз рухты, жігерсіз адамдардың басқаруымен күн кешеді. Бұл екі басшысының қайсысының ел тізгін ұстайтындығы халықтың рухани деңгейіне байланысты болмақ. Ұлт бойында жақсы қасиеттер бар ма, жоқ па? Әлде мұндай қасиеттерді бойына енді сіңіріп жатыр ма? Ұлттың ақыл ойы, қалауы, ар-ожданы кемелденіп жатыр ма? Жоқ әлде шіріп, уланып жатыр ма? Көмескі бір өмірдің көлеңкесінде төменге құлдырап бара ма?
Бұл сұрақтар әрбір ұлттың жеке тұлғасының өмір сүрі мен олардың еңбекқорлығына меңзейді. Біз өз елімізде не бітіріп жүрміз? Ұлтымыздың тағдырындағы елеулі өзгерістерде рөліміз қаншалықты? Осыған байланысты төмендегі мысалға назар аударайық. Оңтүстік аймақта теңізді мекен еткен ерекше микроорганизмдер бар көрінеді. Олар өз денелерінен әрдайым сұйықтық бөліп шығарып, өздері көзге көрінбейді. Бұл сұйықтық бір жерде жиналып, уақыт өте келе маржанға айналады. Осылайша бірнеше кіші маржан аралдары пайда болады екен. Бұл маржан аралдары адамдардың игілігіне де пайдалы. Керісінше, дәл осы оңтүстік өлкелерде адам өміріне қауіп туғызатын ұсақ құмырсқалар да бар. Олар өздері мекен еткен жердегі үйлердің қабырғалары мен үй жиһаздарын кеміріп тастайды. Адамдар бұл құмырсқалардан құтылу үшін басқа жерге қоныс аударуға мәжбүр болады. Енді бір сәт мемлекетіміздің жағдайын ойлап көрейік. Біздің жасап жатқан қызметіміз мемлекетімізді құрту үшін бе, әлде оны құру үшін бе? Яғни мемлекет болашағы үшін маржанбыз ба, әлде құмырсқамыз ба? Мемлекеттің болашағы мен бақыты, ұлттың қасиеті мен намысы, халықтың қалауымен ұштасқанда ғана жарқын келешекке қадам басары сөзсіз. 2 миллион тұрғыны бар Финляндия мемлекетінің табиғаты суық, қысы қатал. Ауа райы көбінесе тұманды болады. Көктемде де кейде мұз қатады. Тамыз айынан бастап қара суық түседі. Топырағы да құнарсыз. Жерінің басым көпшілігін гранит тастар алып жатыр. Жер асты қазба байлықтарда жоқтың қасы. Құрылыс жұмыстары өте ауыр шарттарда жүзеге асады. Бұл жердің халқы ешқашан өз мағынасында тәуелсіз болған емес. Көбінесе көрші мемлекеттердің боданы болған. Финдер өздерін суом, ал мемлекеттерін suomi, яғни батпақ дала деп атайды.